Мысалы біздің әйелдеріміз сөздің шыны керек. Не көп көреді? Сериал. Балаң не көреді? Мультик көреді. Сені бүкіл есілдердің не болады? Маған бастысы жоламаса. Телефонды қолына беріп қойсын, ол бәрін қарап жүреді. Ютубтан ана каналдан мына каналға, ана видеодан мына видеоға, анадан қарап жүре береді. Жүре береді. Сенің ойың ананың аузы жабылса болды деп ойлайсың. Аузы жабылса болды, менде оның нем жоқ, шаруам жоқ деп ойлайсың. Бұл сіздің жасаған ең үлкен қателігіңіз. Мысалы біздің ұстазымыз болады, Нұрлан деген ұстазымыз, деканымыз. Баласына білесіз, бүкіл қазақтың мақал-мәтелдерін үйреткен. 3-ші классқа дейін. Ана бала түгел бәрін жатқа біледі. Мақал бір 10 мақал еңбек туралы айтшы десең, 10 мақал еңбек туралы. Батырлық туралы 10 мақал айтса, 10 мақал айтып береді. Адамгершілік туралы 10 мақал, 10 мақал. Аң, жануар туралы 10 мақал, 10 мақал. Мәтел түгел бәрін сатырлатып айтып береді. Содан сол бала жаман болды деп ойлайсыз ба? Жоқ. Сөйлегенде түбін түсіреді қазір. Бар болған неден басталған? Мақал күніге 3 мақал жатта, 5 мақал жатта, кішкентай мынандай бір кітап, осындай үлкен кітапты жаттатқан. Біздің ал көрші ауылымызда біздің бір ағайынымыз бар еді. Кішкентай кезінен. Кішкентай кезден менің әкеммен біздің жақта бір үрдіс болатын. Жұмбақ жасыру деген. Жұмбақ жасыру деген бір не бар? Бір жұмбақ айтып кетеді, анаған басын қатып жүреді кәдімгідей, бір ай не екен жауабы деп. Ол бір айдан кейін бір үлкен дастархан басына кездесіп қалған, ананың жауабы не болды деп сұрайды. Ол айтады. Айта алмаса, айта алмай қалады. Сонымен кәдімгідей не қылып жүреді? Кәдімгідей ауырып жүреді. Сол мысалы, сол ағамыз мысалы, сұмдық, еске сақтау қабілеті сұмдық. Себебі кішкентай кезінен жұмбақ жаттаған адам. Түсіндіңіз бе? Сол үшін мына қазақтың салт дәстүріндегі әңгімемен ойнамаңыз. Мақал жаттату, жұмбақ жаттату, жаңылтпаш айтқызу деген әңгімелердің барлығы. Мысалы жаңылтпаш не? Тіл ұстартуға жататын нәрсе мысалы да. Адамның тілі не істейді? Жаттыға. Кеше неше кесе сынды кеше. Мысалы, не? Адамды тілін жаттықтырады және жаттау қабілетін арттырады. Әйтеуір сізбен біздің күнделікті жасайтын тіршілігіміз болу керек. Дүниеге және ақыретке пайдасы тиетін.